Assalamu alaikum, эфирде нәтиже программасы. Бүгін январьдан 29 студияда сіздер үшін мен Шевкет Аматулаев чалышам. Қырымның тамыр халқына қаршы сойқырым ве гибрид сүргінлік. Русияның Женеве Арби махкемесінде құрманда тұтылып терроризмде қабатланған үш қырым татарының давасы бақылы башланды. Махкеме етілгенлер скемлесінде Рустем Эмирусинов, Арсен Абхаиров, Ескендер Абдулганиев. Ишгалжелер оларына кечкен сене февралінің 14-інде тұтты. Мабуслерна терроризмде ве Русияда әкиметні күчнен запт етмейін тылуында қабатлайлар. Адвокатлар қайд еткеніне көре мабуслер Ростов СИЗОсында тұтыла. Арсен Абхаиров, Ескендер Абдулганиев айры блокта геже күндіз камералар незаретінде болуына. Рустем Эмирусиновнан тішлері төкілі башланған. От тебе ярдымға мұқтач. Махкемеде рус прокурорлары қабатлавны сеслендірген. Невбетеке махкеме топлашулары февральдан 4 ве 5 күнлері кечірілмесі көзде тұтыла. Это дело не простое дело, а это именно дело, связанное с дискриминацией крымских татар, с геноцидом, так скажем, с гибридной депортацией в отношении крымского народа. И эти дела, то, что фабрикуются. Мы не питаем никаких иллюзий. На справедливость суда мы не рассчитываем, потому как уже на протяжении 5 лет судопроизводство Российской Федерации в отношении данных дел показало свою несостоятельность и показало, насколько несправедливо принимаются данные решения. Наша цель приезда сюда была увидеть своих близких, поддержать их и передать огромное количество стилямов, которые передали близкие, знакомые, родственники, соседи и все неравнодушные люди, которые нас провожали и желали удачи нам в этой поездке. Белгілі фишаретсіз ве силясыз инсанларынан артында. Халқара жинайы махкеме Қырым ишғалі бақтында олған арби жинайетлеріні бұл сене бақы башлай біле. Бұны Қырым прокуроры Игорь Паначевны хабер етті. Дава бойынша делелеріні аққорчылай жылар. Қырым прокуратурасының хадимлері ве Украина президентінің Қырым темсілжілігі топлаған. Сөз арби бөліклер ве мемори біналар запт етілігі. Инсанлар қырсызланывы ве азапларға чектірілігі аққанда кете. Гаагадаки махкеменің прокурор офисі Яқын вақытта тешкіров нәтижелеріні айдынлатмалы. Тәпсілатлыжа Лев Хамазда сейреті нас. Если мы примем такое решение только для защиты украинских граждан, и пускай попробует кто-то из числа военнослужащих стрелять в своих людей, за которыми мы будем стоять сзади, не впереди, а сзади. Пускай они попробуют стрелять в женщин и детей. Экипинон дортсенесі март айында айтылған шу сөзлерінен Русия президенті Владимир Путин оз қабатны таздықлады. Ләкин оның көветшілері тарафындан Украина арби қысымларының заптытуыны көргенлер үшін ишғалчыларының шудавранышы бекленілген. Айны шекілде Новоозерная қасабасында Украина арби деңіз көветлерінің штабы заптытылгенде олды. Русиялер аскер олмаған инсанлар арасында жойылып сақланы. Демек атеш açmaq olmaz, чүнке қабатсыз инсанларға зарар кетірмек мүмкін. Аслында бөле намуссыз давраныш террорчыларға хастыр, ама бірінші кере оны буюк бірде білет қоланды. Самі випадки застосування живих щитів були. Тобто це, звичайно, не нова річ, але вони в основному використовувалися організованими збройними групами, тобто не державами, так, не сторонами міжнародного збройного конфлікту. Тобто держави під час збройних конфліктів так себе теж не поводять. Відповідно, таке питання теж поставало і для нас під час дослідження, і безумовно поставатиме для Офісу прокурора Міжнародного кримінального суду. Бөле акцияларға Русия тәшвиқатына ұғыраған ерлі сәкенлеріні әмді арбилерінің қоранталарыны желпеті еділер. Оларының қапалы қысымларда болынған яқынларының шантаж етіп, Русияге қошылы жағындан сон интиязларының желпеті еділер. Там були і люди, які були зацікавленими у захопленні об'єктів, і люди, які були щиро зацікавлені в тому, щоб зберегти життя своїм рідним, близьким, своїм друзям. Але, звичайно, це все охоплюється складом злочину, це все дії, які підтверджують взагалі весь цинізм, за допомогою якого Російська Федерація і їхні прибічники на той час в Криму окупували Крим. Арби үстінлік қазанмақ үшін аскер олмаған адамларының қоланмасыны халқара гуманитар ұқуғы ясақ ете. Будаванин бірлешкен милетлерінің жинайы махкемесінде мерақландылар. Анда о қадар намуссыз давранышны да көрмеділер. Чүнки сон кекере бойле тактик
техника экинчи жан женкинде колланылган edi. Ті дії, які вчиняла Російська Федерація під час захоплення військових об'єктів з використанням цивільного населення, це воєнний злочин відповідно до Римського статуту, це і серйозне порушення норм міжнародного гуманітарного права. Цим діям однозначно буде надана оцінка. Перший крок для цього вже зроблений спільно з вищеназваними мною правозахисними організаціями. В минулому році ми подали інформаційне повідомлення до Міжнародного кримінального суду, де якраз про ці всі факти було зазначено. В щорічному звіті прокурора Міжнародного кримінального суду ці порушення були відображені як ті, які вивчаються прокурором Міжнародного кримінального суду. Жанлы калкандан гайры Кырым прокуратурасы давач Макычун арби жинаятнын башка фактларыны да топлады. Айрыча бу арби шаретлерсыз сурып кируы веми мурил бинага Кырме Кычун Украин арби урбасынын киювыдар. Ми знаємо, що так приблизно 200 тисяч осіб перемістилися з Росії в Крим, і Росія всіляко стимулює такі переміщення. Ці питання так само не піднімалися з моменту кінця Другої світової війни, не піднімалися моменти стосовно призову цивільного населення на окупованих територіях. Тобто всі ці нюанси, вони фактично у сучасній історії будуть вивчатися судами вперше. Şimdi bu malumatны Халкара Джинаи махкеменин прокурор офисинде тенкыйк этелер. Даваны енді бу йыл бакып башлай белелер. Владислав Стужук, Али Каримов, Заман, АТР. Кымсиеліне селе алмайжа Қырым-татар халқынан лидері Мустафа Джемилев рус тешвиқатчыларынан майысынан учынды. Қырымға юрушнен бағлы ұлған уйдырмаларына рет етті. Кремль тешвиқатчылары Санки Дерсін юруш иштиракчылары мемори сыңырына кечкен сон уч куланажак деп хабер тарқатты. Мустафа Джемилев білдіргеніне көре, бөле провокациялар мемори сыңырда олса да тек ишгалжілер тарафындан. Меджлис тешкілечедек юрушның эсас мақсады Украина акимиеті ве халқара жематчылығына Қырым аққында қатырлатмақтыр ве ишгалжілер япқан ақсыздылықларына көстермектір. Şimdi biz bu vatan meselesinde yalnız kendi şahsi güvenliğimizi düşünecek olsak daima orada işgal olacak. Onun için evet riskler var. O riskleri göz önüne almak gerek. Eğer de hareket yapılmazsa baskılar, haksızlıklar daha çok olacak. Onun için evet, eğer de sen özün insan sayacak olsan, özün senin onurun, şerefin var ise özün vatanın için bir şeyler yapması gerek. Kırım meselesi, işgal meselesi burası artka çekildi. Onun için onu hem dünya kamuoyunda Ukrayna cemaatine bu Kırım meselesini, işgal meselesini hatırlatmak ne bilesem tam zamanı. Экі Украина арби яраланған Минск анлашмалары ясақ еткен Селянин 12 ұжым. Кечкен күн Донбаста бойледі. Лебединская живарында дұшман күчлері 82 калибрлы тақменен дигірім майын атқан. Луганск өңелішінде есе женкеверлер майын атыжы бұйық калибрлы пулеметларнен ұжым еткен. Донецк живарында есе экі Украина арби майында патлаған олар хастаханеде. Оғыз штабы хабер еткеніне көре женкеверлер бүгінде атеш кес режиміні бозмаға девам ете. На Луганському напрямку після 11-ї години противник з боку населеного пункту Голубівське зі 120-мм міномету обстріляв опорні пункти підрозділів об'єднаних сил, обладнані неподалік Оріхового та Новотошківського. На Донецькому напрямку з опів на 11-ту окупанти з ручних протитанкових і автоматичних станкових гранатометів та стрілецької зброї 40 хвилин вели вогонь по позиціях наших військ в районі населеного пункту Піски. Мабуслер деңіз штуролеві вет Донбаста яңы сыңыр кетшілері тешкел етілмесі. Бұны Минсте үш тарафлама контакт группа азалары мұзакер етті. Корошевде Украина, Русия, ОБСЕ ве сөзде ЛНР ве ДНР темсілжілері іштирак еті. ОБСЕ векілі Тони Фриш хабер еткенне көрен ФБТК мабуслерінен деңіз штуролев кечкен сененің сонында өткерілгені кібі белгіленген әркеске өткерілежектір. Минсте апсханелерде тұтылған инсанларының жедвеллеріні ұйғынлаштырғанлар. СБУ берген мәліметқа көре Донбаста терроржыларының түрмелерінде 184 Украина ватандашы тұтылмақта.
Терроржы Мемур Украина акимиетіне теслим oldu. Украина телекестілік қызметінің истихбаратқа қаршы бөлігінің қызметшілері Донбассның işgal етілген территориясындан сөзді ДНР-нің көмір санайы назирына шығарды. Оның соядын açıqламайлар, ама бұйық ихтималінен сөз Игорь Ивакин аққында кете. Украин мақсус қызметі или işbirlik етіп, өз істегінен мақсус операция вақтында Украинаның сербест қысмына шыққан. Оның айтқанына Корея, Русия тарафындан паранен темин етілген қанунсыз процесслерден иштирак етмеге артық істемей. Işgal етілген Донбасста бұтын yüz берген наразылықлар аққында малыматны бермеге разылық берді. Оңа низбетен терроржы тақым тешкіл етілмесі бойынша жинайдава башлатылған. Видя искусственное самообразование и поддержку его со стороны Российской Федерации, а также незаконность процессов, происходящих в Донецке, принял решение отказаться от участия в незаконной деятельности так называемой Донецкой Народной Республики. И продолжительное время, которое находился в Донецке, видел, что захват открытых зданий, протестные процессы, бюджетирование, финансирование, а также снабжение так называемой Донецкой Народной Республики осуществлялось извне со стороны Российской Федерации. Президент вазифесі еріне баш укумдар. Русияде девлет yolbaşçısını бөлі адландырмаға теклиф етелер. Анда Русия найсасына деңішмелер кірсетмеге азырланалар. Иш группасы тақменен 100 деңішме кірсетмеге теклиф ете. Теклифнан бұры президент вазифесінің адыны деңіштірмектір. Потеші бұсына Кремльде енді изатладылар. Айтқанларына көре бұ ве эпосы дегер теклифлеріні көз оғыны алажақлар. Владимир Путиннің матбуат кәтібі Дмитрий Песков қайдеткеніне көре президентте вазифесінің ады насыл олажағынен бағлы теклифлері жоқ. Қытайда 132 инсан коронавирус құрбаны oldu. Тақменен 6000 инсан хаста. Тек сонки күн ішінде 1,5 яңа юқуф қайдетілген. Дигер мемлекетлерде де 50 инсан хасталығы қайдетілді. Шымды жедвелде Бірлескен Араб Емірліктері де кірсетілді. Алманияда есе бір шіркетте çalışқан 1-4 инсан хасталынған. АБД ве Япония карантинге қапатылған Ухань шерінден енді өз ватандашларыны тақли еті. Айны вақыт шер живарында рекорд вақытта коронавируснен хаста олғанлар үшін хастахане құрдыларда бір ең яқын вақытта құрылажақтыры. Нині понад 9 тисяч людей з підозрою на ураження вірусом, понад 65 тисяч тих, хто міг мати контакт з хворими, понад 1000 людей ми виписали з лікарень, майже 6 тисяч досі перебувають під наглядом медиків. 59990人正在接受医学观察。 Starlight Media, 1+1 Media, Медиагрупп Украина ве Интер Медиагрупп. Бүгінден өз каналларына спутникте кодлады. Экранда видео еріне канал кодланғана аққында малюмат шықа. Миллионларнен қоранта өз телевизорларында бұл медиагруппаларға кірген 23 ең бұйы каналыны бақып оламаз. Бұл сырада işgal етілген Қырым ве Донбассның işgal етілген қысмында яшаған украинлерде. Спутник вастасынен бұл телеканалларыны бақмақ үшін пара төлемек керек. Атыр телеканалы есе әбел олғаны көбі бедава. Бақмап құлқын, ама біздер сізін ярдымыңызға кенеде мұқтажмыз. Параларына экранда қайдетілген банк картасына йолламақ мүмкін. Қол тұтқанларыңызға тешекүрлер білдіреміз. Бұда қада нәтиже программасы сонына етепіңізге қайырлы ақшамлар тілейім. Атырден есе айрылманыз көрішкенже.